Мен Кумагамбетова Венера Қалмұратқызы, Алматы облысы Іле ауданы Тұрғанбек Қатаев атындағы номер 22 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Сіздердің назарларыңызға 5-ші Б сыныбымен өткізілетін жол ережелерін білеміз бе атты сабағымызды ұсынамыз. Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Жарайды. Балалар, енді бүгінгі біздің амандасуымызды дәстүрлі форматта келе қойыңдар. Рет-реттермен шығып, бір-бірімізбен көңіл-күйді, хал-ахуалды жақсарту мақсатында бір-бірімізбен заманауи түрде амандасамыз. Келіңдер. Балалар, өткен сабақта не жұмысында есімізге түсірейік. Өткен сабақта біз қандай тақырыпты өттік? Егер тапсырмаға не берді? Иә, дұрыс. Жол белгілерін білеміз бе? Енді тақтаға назар аудара қойыңдаршы. Тақтада бізде галереяция арқылы өткен сабақта еске түзілу. Яғни біз өткен сабақта жол белгілерін білеміз бе деген тақырыпты өттік, иә? Және сын есімді өттік. Сын есім дегеніміз не еді? Сын есім дегеніміз заттың сынын білдіреді. Сын есімнің сұрақтағы түсі сапасын білдіреді. Алинұр? Сын есім қандай қай деген сұраққа жауап береді. Иә. Тағы да кім қосады? Асел? Сын есім дегеніміз заттың сынын білдіреді. Заттың дәмін, түсін, пішінін, көлемін білдіретін затты біз сын есім дейміз. Сын есімнің сұрақтары қандай қай? Жол белгілерін білеміз бе деген тақырып бойынша тақтада қандай белгілер тұр? Жалпы белгілер қандай болып бөлінеді екен? Ескерту, тыйым салу, басымдылық, тағы да қызмет көрсету белгілері. Енді тақтаға назар аударайық. Тақтада қандай белгілер көрсетілді? Әсел? Ата-аналар балаларына қарау және де жолда жүруге болмайды. Иә. Мына белгіні айта тұрайын. Бұл жер асты адамдар жүретін жеріне түсетін жер бар екенін білдіреді. Иә, өте дұрыс. Мына белгіні кім айта қояды? Нұрат? Адам жүруге болмайды. Иә, яғни адамның аяқ басуына жол жоқ. Ал мына белгі нені білдіреді екен балалар? Айта қойыңыз. Айта қой. Айта қой. Жер асты жолынан жоғарыға Шығу дегенді білдіреді, иә? Енді жақсы балалар. Ал жалпы осы жол белгілері бізге не үшін қажет екен? Орнымызда тұрып жауап береміз. Адамның денсаулығын сақтап қалу. Иә, тағы да. Нұрас? Ал пешеход деген жолдың ортасынан өтпеу үшін сондай пешеход салады. Ал оның информасы адамның өтіп кетсе, машина қағып кетуге болмайды. Ал аяғым бізге тағы не үшін керек? Біз жалпы үй тапсырмасын қайталап алдық. Енді бүгін бізде тағы да жаңа тақырыбымыз осы жол белгілерін білеміз бе деген тақырыптың екінші бөлімі. Балалар, бүгінгі сабағымыздың оқу бағдарламасына сай оқу мақсаттары тақтаға назар аудара қойыңдар. Тек сөздер мен сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау, мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру, сын есімдердің, жай түрлерінің көркемдік ерекшелігін тану, сын есімді зат есімнің орнына қолдана білу. Жарай ма? Жалпы біз бәріміз бүгін сын есімдердің түрлерін танып, сын есімдерді қандай сұраққа жауап береді, қандай орында қолданады деген сияқты осы мәселелерді үйренуіміз керек. Жарайсыңдар? Бәріміз орнымыздан тұрайық. Келіп отырған өлең шумағын дауыстап отыршы. Енді осы жолдардағы сын есімдер табайық. Қай сөздер бұл жолдарға сын есімді білдірді? Дұрыс, ақылды. Қандай сұрақтарға жауап беріп тұр? Қандай. Яғни бұл сөздер қандай есім екен? Сын есімді білдіріп тұр. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Енді оқушылар, дәптерімізді ашамыз. Бәріміз бүгінгі күн ретін жазамыз. Қаңтардың 30-ы
жол белгілерін білеміз бе? Тақырыбы. Жол белгілері деген мәтінді оқыдық, иә? Осы мәтін бойынша бізде тапсырмалар берілген. Қазір енді дәптерлеріңді аша қойыңдар. 9-шы тапсырма. Төмендегі сөйлемдерді оқып, жағдаяттарды анықта. Сол жерде болуы тиіс жол белгілерінің суретін сал, немесе не істеу керегін айт. Жауабыңда міндетті түрде сын есімдер болуын назарға ұста. Жарай ма? Ал кеттік. Бірінші сөйлем. Кім оқиды, кім орындайды? Диана? Жүріп келе жатқан машинаның алдынан өтіп кеткенін белші болма, ол өте қауіпті. Осындай жерде қандай жол белгісі болуы керек? Иә. Қандай жол белгісі тұру керек? Айтады. Ол жерде балапанға жүгіруге болмайды. Ол жерде пешеходқа суретті. Дұрыс па, балалар? Келісеміз бе? Жарайсың. Келесі сұрақ. Көше тәртібін орындамау көліктің жүріп-тұруына кедергі келтіреді. Көше тәртібіне не жатады? Бағдаршаммен немесе Жаяу жүргіншілер жаяу жүргіншілер көшесімен жүреді. жолымен өту керек, дұрыс. Қазір мен әрқайсыларының алтыларына бағалау парақтарын таратып шығамын. Осы тапсырманы, яғни жаңағы тапсырманы кім орындай алды? Сол балалар өзіне 3 деген балды қойып шыға қойсын. Жарай ма? Түсінікті ма? Сіздер орындаған тапсырмаларға өздеріңді бағалай бересіңдер. Жарай ма? Балалар, 115-ші беттегі 10-шы тапсырмаға назар аударыңдар. Дәптерлерді аша қойыңдар. Тапсырманың мақсаты бұл жерде көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойып жазуымыз керек. Жазғаныңды оқып, қате кеткен болса түзет дейді. Яғни бізде мына жерде көп нүкте орнына біз не қоямыз? Тиісті сөздерді қоямыз. Ол сөзға не сөздер болу керек? Қай сөздерінен болу керек? Сын есім. Яғни бірінші мысалын қарастырайықшы. Көшеден өтерде әуелі оң жағына, көшенің ортасына келгенде сол жағына қара. Егер көлік келе жатса, өтіп кеткенше сол Көлікті сол жақта күте тұр, иә? Дәл осы үлгіде ары қарай біз тапсырманы орындаймыз. Бұл балалар жазбаша жұмыс. Дәптерлеріңді ашып, орындай қойыңдар. Осы тапсырма бойынша балалар дескриптормен өздерінің сын есімді орынды қолдана біледі деген дескриптор бойынша осы тапсырманы орындаған балаларға 4 балл. Жарай ма? Осы тапсырманы орындаған бала әрқайсысы өздерінің бағалау парақтарына 4 балл деп жазып қоямыз. Ал 10-шы тапсырма бойынша кім дайын? Көшеден өтерде әуелі оң жағына, көшенің орта тұсына жеткенде сол жағына қара. Жарайды, жарайсың. Аялдамада тұрған автомобиль, автобус, троллейбустың арт жағынан айналып өтті. Жарайды. Балалар, қазіргі тапсырма бұл бізде топтық жұмыс. Әрқайсының алдыларында плакаттар тұр ғой. Енді мен сендерге белгілі бір суретті, яғни зат есім атауын беріп отырмын. Енді сендердің мақсаттарың осы суретке қатысты сын есімдерді тауып жазу керек. Жарай ма? Кеттік ал. Ал балалар, жауаптарын дайын болса тыңдай қояйық. Сіздерге екі жауап береді. Алма. Қандай сұраққа жауап береді алманың өзі? Алма. Қандай сұраққа жауап береді? Зат есім. Не деген сұраққа жауап береді? Енді осыған қатысты сын есімдерді атай қойыңдар. Дұрыс. Жасыл. Пайдалы. Жұмсақ. Дәмді. Қатты. Жарайсыңдар. Құнарлы. Жеңіл. Домалақ. Пішіні дұрыс. Жауаптарың өте дұрыс балалар. Керемет. Балалар, қазір бізде кері байланыс, яғни біз білеміз ғой, әр сабақтың соңында бізде рефлексия болады, иә? Бүгінгі сабақта не үйрендім, не түсіндім, не білдім. Осы бойынша мінекей қазір мен сіздерге таратпа карточкаларын таратып беремін. Әркім өзіне қатысты керекті карточканы алып, тақтадан тұрған 3 қалташаға сыба қойыңдар. Жарай ма? Балалар, сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырманы жазып ала қойыңдар. 116-ші беттегі 12-ші тапсырма.
бұл тапсырмада балалар сендер дереккөздерден жолға, жол белгілеріне қатысты құрамында сын есімдері бар мақал мәтелдер мен жұмбақтарды теріп жазып келесіңдер. Осымен бала сабағымыз аяқталды. Сау бола қойыңыздар.